Баршаларыңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ыстық тағамның бір түрі неміс халқының штрудель тағамын дайындаймыз. Өте дәмді, ерекше тамақ. Ендеше алдымен қамыр илеп, қамырымыздың иін қандырып қоюымыз керек. Көрсетілген граммдар бойынша ыдысымызға бір жұмыртқа, су құйып, тұзын салып және сұйық май құйып жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, алдағы түрлі рецепттермен түсірілген видеодан қалып қоймау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар, лайк басып отырыңыздар. Қамырымызды иін қандырып қойып қоямыз. Яғни арасында басып отырыңыздар, иін қандырып. Енді подливімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін табамызға сұйық май құйып, қыздырып, етімізді қуырамыз. Суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз етімізді. Одан кейін пиязымызды, тәтті бұрышымызды, сәбізімізді қосып, тағы да қуырып аламыз. Алдын ала турап бәрін дайындап қойдым. Одан кейін біраз жарты ас қасық томат қосып, дәмдеуіштер өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосып, және бір чеснок қостым. Одан кейін суын құйып қайнатасыздар. Бір қайнағаннан кейін картоплын салып, араластырып, тағы да қайнатасыздар. Бір 10 минут қайнатсаңыздар жетеді. Картошкасы шала пісу керек. Енді қамырымызды жайып, жақсылап ұнын сүйіп, екі қолымызбен басып, оқтаудың көмегімен ұзартып, созып, қамырымызды жақсылап жаямыз. Қамырымызды өте жұқа етіп жаюымыз керек. Жұқа болса, жақсы піседі. Енді жайған қамырымызға сұйық май құйып, барлық жеріне жағып шығамыз. Одан кейін ортасына бір пияз бен бір сәбізді чоркадан өткізіп, арасына жағып шықтым. Өз қалауларыңыз бойынша жағасыздар. Одан кейін бөлек сияқты орап шығамыз. Пышақпен әдемілеп кесіп, яғни бөліктерге бөліп шығамыз. Қиғаштап кетеміз. Сонда әдемі көрінеді. Осы бөліктерімізді қайнатқан тамағымыздың үстіне қойып шығамыз. Үстіне су құйып, қақпағын жауып, 30 минутта жай отта бұқтырып қайнатамыз. Міне тамағымыз дайын болды. Ыдысымызға шеттеріне піскен қамырымызды қойып, шығып ортасына подливін, яғни салмасын құямыз. Асымыз дайын болды. Әдеттегідей лайк басып, комментарий жазып, қолдауларыңызды күтемін. Сау болыңыздар.